Баршаларыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Жібек, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге топ-томпақ керемет бауырсақтардың видео рецептінен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап өтіңіздер. Дәл осындай керемет топ-томпақ бауырсақтар дайын болып шығады. Сол себептен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен бізге 250 грамм жылы су, 250 грамм жылы сүт, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық ашытқы, 50 грамм майонез, 2 дана жұмыртқа, 950 грамм ұн керек болады. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар, және жоғары сұрып болса жақсы болады. Ең алдымен апарасын дайындап аламыз. Ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Оның үстінен ашытқыны саламыз. Және де 3 ас қасық қантымызды салып, венчикпен жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Қанты ерігенге дейін араластырамыз. Әрі қарай осы апарамыздың беткі жағын кішкенеден келген тәрелкемен жауып, өздеріңіздің ас үйде қолданылатын осындай майлықтарыңызбен беткі жағын жауып қойыңыздар. Сол кезде апараларыңыз бірден тез суып қалмайды. Енді қазір біз бұны үстелдің үстіне 15 минуттай уақытқа қойып қоямыз. Енді қамырдың келесі бөлігін дайындаймыз. Ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Және де майонезді қосатын боламыз. Майонезді міндетті түрде қосыңыздар, сол кезде сіздердің жасап жатқан бауырсақтарыңыз жұмсақ болып шығады. 2 дана жұмыртқа салып, венчикпен жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Осы қамыр илеп жатқан кезде барынша тез-тез жасаңыздар, өйткені осы қазір жасап жатқан қамырларыңыз суып қалмас үшін. Ол кезде дұрыс көтерілмей қалады. Енді бағанағы апарамызды майлықтан бөлек алып, осындай апара менде болып шықты. Енді бағанағы жасап жатқан қоспамызға осыны қосамыз. Енді тағы да бір араластырып жібереміз барлығын. Енді мен мына жерде бөлек ыдысқа ұнды електен өткізіп дайындап қойдым. Осыны қазір осы жасап жатқан қамырымызға қосамыз. Барлығын бірден қосып жібермеңіздер. Ең алдымен жарты бөлігін қосып, шамамен одан кейін ары қарай венчикпен араластырып алыңыздар. Одан кейін тағы да кейінірек тағы да ұнды қоса отырып, қамырды илей бересіздер. Қамыр жұмсақ болып шығады. Осылайша қамырды илеп шығасыздар. Ары қарай венчикті ала отырып, қолмен қамыр илейміз. Қамырды осындай барынша жұмсақ қылып, біркелкі қылып илеуге тырысыңыздар. Арасында ешқандай да түйіршіктер қалмасын. Одан кейін осының үстіне тағы да кішкене ғана сұйық майымызды құйып жібереміз. Ол кезде осы сіздердің илеп жатқан қамырларыңыз қолға жабыспайтын болып шығады. Міне осындай біркелкі болып қамыр иленіп шықты. Бауырсақтың қамыры. Енді қазір біз бұның бетін пищевой пленкамен осында бетіне дейін тигізіп, қамырдың бетіне тигізіп жабамыз пищевой пленкамен. Енді беткі жағына осындай үлкен ыдыспен жауып қойып, жылы жерге 1,5 сағатқа қойып қоятын боламыз. 1,5 сағатта сіздердің қамырларыңыз жақсы болып көтеріліп шығады. 1,5 сағат өтті. Міне менде қамыр қазір көтерілді. Бетіндегі пищевой пленкасын алып тастаймын. Енді қамырды алып ыдыстан босатамыз. Қамырды теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Қазір бірінші қамырды алып, осыдан қазір жайып бауырсақ жасайтын боламыз. Ең алдымен қолмен қамырды жаямыз. Әрі қарай оқтаудың көмегімен қамырды жаясыздар. Қамырды қатты жұқа қылып жібермеңіздер, өйткені қазір сіздер майға салған кезде бауырсақтар көтерілмей қалуы мүмкін. Қамырды қатты жұқа қылып жібермеуге тырысыңыздар. Қамырдың қалыңдығы міне осындай болып шығады. Енді осыдан менде осындай қазір стакан, осы стаканның көмегімен дөңгелек пішінді етіп бауырсақтарды кесіп алатын боламын. Бұндай стакан болмаса, кәдімгідей немесе кез келген жерлерде сатады, арнайы осындай бауырсаққа арналған осындай кесетін өзі домалақ пішін бар. Сондай менде жасасаңыздар болады. Енді артық қалған бөлек қамырларын бөлек жерге алып қоямыз. Енді екінші бөлік қамырымызды да жайып, оны да стаканның көмегімен бөлек-бөлек кесіп алатын боламыз. Ал бағанағы алған бөлек-бөлек қамырларымызды одан да тағы да бауырсақтар жасай береміз. Енді бауырсақтардың барлығын мата дастарханның үстіне қарай қойып, беткі жағын осындай салафанмен жауып қоямыз. Қаясып қалмас үшін шамамен 15-20 минутке қойып қоямыз. Сәл көтерілу керек. Енді табамызды қысытып, майды құямыз. Енді қамырларымызды біртіндеп сала отырып, бауырсақтарыңызды пісіріп алатын боласыздар.
осылай қыздырған кезде аударып тұрыңыздар. Ары қарай осындай керемет болып шығады, өте жұмсақ керемет бауырсақтар дайын болып шығады. Ары қарай осындамен біздің бауырсақтарымыз дайын, керемет болып шықты, өте дәмді болып шықты. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Мен сіздерге қазір бауырсақтардың арасын көрсетейін. Не қараңыздар, жұмсақ керемет бауырсақтар болып шықты. Дәл осы керемет бауырсақтар. Менің каналыма тіркеліп, және лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған жібек, келесі кездескенше.